Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздерге дәріс беруші Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті қаржы кафедрасының аға оқытушысы Бекешова Дана Айтбаевна. Бүгінгі қаржы пәнінен қаржы саясаты және механизмі тақырыбында сіздерге дәріс беріледі. Дәрістің мақсаты білім алушыларға қаржы саясатының қағидалары, оларды жасау, қаржылық механизмнің мазмұны мен құрылымы, қаржыны басқаруды ұйымдастыру туралы түсінік беру. Осы тақырыпта қарастырылатын сұрақтар: қаржы саясатының ұғымы, мазмұны және қағидаттары, қаржы саясатын жасау, қаржы механизмінің мазмұны мен құрылымы және қаржыны басқаруды ұйымдастыру. Қаржылық саясат мемлекет пен басқа да экономикалық агенттердің қаржы саласында өзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін жүргізетін ниеттер мен іс-шараларының жиынтығы болып табылады. Ол қаржылық ресурстарды жұмылдыру және оларды бөлудің нысандары мен әдістері жүйесінде, қаржылық заңнамада, мемлекеттің табыстары мен шығысының құрылымында көрініп білінеді. Қаржылық саясат мемлекеттің экономикалық саясатының құрамды бөлігі болып табылады. Белгілі бір қоғамдық экономикалық формацияның өндірістік қатынастардың бір бөлігі ретінде базистік болып табылатын қаржылық қатынастардың айырмашылығы материалистік диалектика жүйесінде түрлі басқа саясат сияқты қаржылық саясат қондырмаға жатады. Экономикалық заңдармен анықталған қоғамдағы өндірістік қатынастар категориялар арқылы көрініп білінеді. Экономикалық категориялар деп отқанымыз бұл жерде бұл біртекті экономикалық қатынастардың көрінісі, олар экономикалық өмірдің белгілі жағын сипаттайды және абстрактылы талдап қорытылған түрде көрінеді. Оларға баға, қаржы, сақтандыру, кредит, пайда және тағы басқалары жатады. Қаржы жалпылама экономикалық категория ретінде абстракцияның аз дәрежесі болатын, яғни салықтардың, бюджеттің және тағы басқа жеке қаржылық қоссалқы категориялардан тұратындықтан, дербестіктің белгілі дәрежесімен саясаттың түрлерін, яғни салықтық, бюджеттік шаруашылық жүргізуші субъектілер, мемлекеттік қарыз алу саясатын және оларға сай келетін салықтық, бюджеттік шаруашылық жүргізуші субъектілердің мемлекеттік кредиттік, қаржылық жоспарлау, қаржыны басқару, қаржылық құқықтық, салық механизмдерін бөлуге болады. Құрметті студенттер, енді қаржылық стратегияға тоқталып өтетін болсақ, экономикалық және әлеуметтік стратегиямен анықталып, ұзақ мерзімді перспективаға есептелген және ірі ауқымды міндеттерді шешуді қарастыратын курс. Ол макроэкономикалық үдерістер дамуының ұзақ кезеңіне бағытталған және оның шеңберіндегі күнделікті міндеттер басты стратегиялық мақсатқа жетудің кезеңдері ретінде жүзеге асырылып отырады. Қаржылық тактика деп отқанымыз назарды кезек күттірмейтін міндеттерді шешуге, пайда болған үйлесімсіздіктерді, қаржылардағы және елдің, өңірдің, саланың, экономикасындағы ауытқушылықтарды жоюға шоғырландыра отырып стратегиялық нұсқаманы нақтылайды. Мемлекеттің қаржылық саясатының мазмұны экономикалық заңдардың іс-әрекетін ескере отырып және қоғамның даму міндеттеріне сәйкес қаржыны жоспарлы ұйымдастыру болып табылады. Қазақстан жағдайларындағы қаржылық саясаттың мақсаты іс-шаралар әзірлеу және оларды индустриялық инновациялық дамудың, ұлттық шаруашылықтың құрылымын қайта құрудың, елдің экономикасын әлемдік шаруашылыққа ұтымды интеграциялау жолымен сыртқы экономикалық қызметті жандандырудың негізінде экономикалық өсуді қамтамасыз ету, әлеуметтік бағдарламаларды үздіксіз және ұлғаймалы қаржыландыру бойынша қаржылық механизм арқылы іске асу болып табылады. Енді қазіргі кезеңде қаржылық саясаттың көмегімен шешілетін басқа міндеттердің қатарына мыналарды жатқызуға болады. Оларға елдің дамуының әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері, келесісі қаржылық ресурстарды қоғамдық өндірістің сфералары арасында ұлттық шаруашылықтың секторлары арасында ұтымды бөлу және пайдалану, сонымен қатар
экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін тиісті қаржылық механизмді жасау, оны үнемі жетілдіру отыру болып табылады. Енді қаржылық саясатты жүргізгенде оның мына қағидаттарын жүзеге асырудың маңызы өте зор. Құрметті студенттер, бұл жерде енді қарастырылатын ол жаңа қағидаттарына тоқталып өтетін болсақ, ол қолда бар нақты қаржылық ресурстарды негіздей отырып бюджеттерді жасау, бекіту және атқару кезінде қоғамдық өндірістің барлық қатысушыларының әлеуметтік, ұлттық және кәсіби топтардың мүдделерін сақтау, қаржылық қатынастардың жоспарлы ұйымдастырылуын қамтамасыз ету, қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буындарында кірістер мен шығыстардың теңгерімділігі және қаржылық резервтерді жасау, мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілердің арасында қаржылық ресурстарды оңтайлы бөлу болып табылады. Енді қаржылық саясатқа тоқталып өтетін болсақ, қаржылық саясат деп отқанымыз шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық саясатын, қаржы нарығын сақтандырудың саясатын қоса алғандағы саясаттың жалпы бағыты болып табылады. Қаржылық саясаттың бағыттары экономикалық үдерістерді реттеумен байланысты болатын экономикалық саясатты да кіріктіреді. Яғни, қаржылық саясаттан фискалдық саясат, яғни мемлекеттің салықтық бюджеттік саясатын бөліп көрсетуге болады. Енді қаржылық саясатқа қойылатын маңызды талап, қаржылық саясатты жүргізгенде, яғни дамудың белгілі бір кезеңінің негізгі міндеттерін орындауға, шаралар бағыттау жолымен қаржы жүйесінің барлық буындарында жүргізілетін шараларды келіскенде кешенді көзқарасты сақтау, сондай-ақ экономикалық саясаттың құрамды бөліктері арасында қаржы, кредит, баға белгілеу, жалақы салалары саясатында тығыз өзара байланысты қамтамасыз ету болып табылады. Құрметті студенттер, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.